Құрметті ұстаздар мен студенттер, қонақтар, Еуразия ұлттық университеті Кәусар мәдени-танымдық бірлестігінің қонағы кинотеатр жұлдызы Меруерт Өтекешова. Меруерт Өтекешеваны бүкіл қазақ жұрты біледі. Кейбір мына студенттер, әсіресе бірінші курс студенттері сізді бірінші рет көріп отыруы мүмкін жүзбе-жүз. Қысқаша ғана таныстыра кетейін. Меруерт Қаратайқызы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында туған. Оралдан, значит, қол соғып жатқан. Алматыдағы 66-нөмір 66-шы орыс мектебін 1968 жылы бітірген. Сол жылы Қыз жібек фильмі түсірілетін болып, бүкіл Қазақстан бойынша Қыз жібек рөліне конкурс жарияланып, 250 қыз конкурсқа қатысып, соның 15-ін ғана таңдалған. Оны проба кезінде оларда жаратпай тастап, осы 10-шы класты бітірген жатқан Меруертке тоқтайды. Сонымен бағы жанып, фильмде Қыз жібек рөлін ойнап шықты. 69 жылы, бір жылдан кейін, фильм түсірілгеннен кейін, Құрманғазы атындағы консерватория театр факультетінің КСТРО халық артисі профессор Қадиша Бөкееваның классынан дәріс алып, 73 жылы бітіріп, сол 73 жылдан бері Әуезов атындағы академиялық драма театрының актрисасы болып қызмет істеп келеді. Алғаш Тырнақалды рөлі қасиетті шаңырақ қазақ театрындағы Шыңғыс Айтматовтың ана жер анадағы Әлиман, оның кейін Мұхтар Әуезовтің Қарагөз спектакліндегі Қарагөзді ойнады. Содан бүкіл репертуар үлкенді кішілі осы күнге дейін репертуар еніп ойнап келе жатыр. Қазақ фильм, Мосфильм, Қырғыз фильм студияларында киноға түстік, оннан астам фильмде ойнады. 3 баланың анасы, жолдасы, өздеріңіз білесіздер, Құман Тастанбеков бір ойнаған рөлді. Марқұм болып кетті, былтыр бір жылдан бері декабрьде келісіп, оған Меруерт айтты, жылдығын беріп келейін деп, оған осылай болды. Ал абырой атағын айтатын болсақ, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Парасат және құрмет орденімен көптеген медальдарменен марапатталған. Енді біздің формат басқаша, ақын болса өлеңдерін оқитын біздің студенттер, жазушы болса прозаларын оқитын, композитор болса осындай кеңес кесукейтті болды Меруерт. Әндерін орындайды біздің балалар. Енді кинода көрсеттік, спектакльде көрсеттік, Достоевский театрын, Ақтаудың жастар театрын көрсеттік, симфония көрсеттік, балет көрсеттік, бәрін көрсетіп жатырмыз. Бүгінгі кездесу өзгеше, осы фильмді әңгімелеп отырып, Меруерт Қаратай қызыменен кездесуіміз бастаймыз. Құрметті достар, жастар, ұстаздар, кешіңіз. Мен неге сұрап атқаным, Қыз жібекті қойылған режиссер Сұлтан аға Қожықов. Сондықтан мен аздап Сұлтан аға туралы көрсеңдер, мен соған риза болар едім. Қысқа ғана, өзі сондай керемет адам болған, сол кісіге арналған документальный фильм өте керемет. Сол 5 минут болса да көрсек жақсы болар еді, рұқсат болса. За годы Великой Отечественной войны в Казахстане было сформировано 12 стрелковых дивизий, 7 бригад, около 50 полков и батальонов различных родов войск. На фронт ушло свыше 1 366 000 казахстанцев. Среди них Сұлтан Қожықов, позже ставший классиком казахского кино, режиссером знаменитого шедевра «Кыз жібек». Ему было 18 лет, когда началась
Великая Отечественная война. Осенью 1941 года султан Ходжиков вместе с одноклассником Рашидом Ахметовым подал заявление в военкомат с просьбой направить его в действующую армию. С этого момента и до конца войны султан Ходжиков воевал в составе 8-й гвардейской мотострелковой дивизии имени генерала-майора Панфилова. В 19 лет стал командиром пулеметной роты, затем начальником штаба батальона. Из книги Ильи Оренбурга «Война». Вот что пишет писатель. Один фриц мне сказал, против нас были страшные солдаты, их не мог остановить никакой огонь. Они бежали прямо на нас. Потом мне сказали, что это казахи. Я не знал прежде, что существует такой народ. Далее он пишет. Один из панфиловцев, 19-летний султан Ходжиков, пишет своей любимой в Алмата. Нет, не отдам тебя, моя любовь, на порогове немцу. Умру, но не отойду. Я отправил на тот свет десяток бесчестных, и с ними их полковника. Это мое признание тебе в любви, твой султан. Мен айтып жатырмын, кешіріңіз, мен отыра алмаймын деп. Мен әдейі осы Сұлтан аға туралы аз болса да осы документальный киносын жастар көрсін деп, неге десе олар қалай болса да білмейді. Сосын Сұлтан аға енді өмірді көрген адам, соғыста болған, соғыстың ардагері. Сондықтан осыны жастар көрсін деп, ары қарай өмірбаяны Сұлтан аға туралы осы кино арқылы көруге болады. Мен үшін Сұлтан аға өте қымбат адам. Осындай Қыз жібек фильмді түсірген, өзі Москвада оқыған, оның ұстазы Давженко, атақты режиссер. Құман екеумізге Сұлтан аға өкіл әке болды. Біз өкіл әке болғаннан кейін, біз Құман екеуміз осы Қыз жібектің бастағаннан кейін, ол кісі біз жас болсақ та, біздің айналасында көп сөз болды. Киностудияда ол кезде художественный совет, атақты Шакен Айманов, Қарсақбаев, Бегалин, Ғабит Мусрепов, Нұрғиса Тілендиевна, қандай атақты адамдар осы киноны жақсы шығарамыз деп, халық күтіп отыр деп Қыз жібекті фильмді. Біз болсақ, Құман екеуміз ең сол артистердің арасында ең жас актерлар біз болдық. Әсіресе мен 10 класс бітіргеннен кейін конкурске қатысып, конкурс өте үлкен болды. Бүкіл Қазақстанның ең әдемі қыздар өз суреттерін жіберіп, сіз айтқандай 250, одан да көбірек 500 деді ма газетте жазылған. Ол кезде Леншіл жас газетте жазылған сондай мақала болған. Осы Қыз жібекті кім ойнайды, кім түсіреді, қалай түсіреміз деп. Бұлай қарасаңыз, біз Құман екеуміз өмір жолы осы үлкен полотно дейді, кино полотнодан бастадық, үлкен рөлден бастадық. Біздің қасымызда ол кезде атақты актерлар қатысты. Ол Асанәлі Ағашимов, Фарида Шарипова, Идрис Ноғайбаев, Кененбай Қожабеков, Гүлфайрус Исмаилова, Сабира Майқанова. Осы кісілер осы өнерде үлкен із қалдырды. Осы кинода үлкен рөлдер ойнады. Олар туралы көп айту керек. Их дороги разойдутся, но странным образом их судьбы будут не раз перекликаться. Кинематограф выбирает только... актер соларға қарап, осы рөлдерімізді жақсы шығарсақ деп, олар Құман үшін, мен үшін өте
көп көмек берді. Әсіресе мына Құман Төлегенді ойнаса, жанында Шеге Анвар Молдабеков атақты актер болған. Сол көп көмек берді. Маған Фарида Шарипова жеңгемді ойнаған, Гүлфайрус Исмаилова, Бекежанды ойнаған Асанәлі Ашимов, солар бізге көп көмек берді. Осы сценарийні жазған Ғабит Мүсірепов, атақты жазушы, музыканы жазған енді Нұрғиса ағамызда туралы көп айтуға болады. Қандай керемет осы кинода музыканы тыңдауға болады. Ал костюмдерді бірге тіккен Гүлфайрус Исмаилова. Сол кісілер қазір біздің арамызда жоқ. Бірақ олар осы кино арқылы өнерге көп жұмыс істеп, үлкен із қалдырып, осы кино алтын қорда қалып, осы кино бір жылдан кейін осы экранға шыққанына 50 жыл болады. 50 жылдың ішінде мына қараңызшы, осы киноны халық жақсы көреді, аңсайды, көреді. Қазір теледидар арқылы осы киноны көп көрсетеді. Сондықтан мен сол киноға біз Құман екеуміз қатысып, біз бақыттымыз. Кино Құман енді жанымызда қазір жоқ болса, жүрегімде ешқашанда кетпейді, ойында. Ноной Бурдюковой, Мажитом Бегалиным, Марленом Хуциевым, будущими звездами советского кино. Менің қасында. Ал Құман туралы айтсам, Құман өзі ауылдың жігіті болған, Талдықорған облысы Сарқан район Екашада туған жері. Өзі ауылдың, нағыз ауылдың жігіті, осылай 20 жасқа келіп, әрең анасы оқуға жіберді. Сол институтқа түсіп консерваторияда. Хадиша апай Букеева, сарқалық артисі, Құман екеуміздің ұстазы. О да мына қараңызшы, бірінші біздің ұстазымыз Сұлтан аға болса Ходышков кинода. Ал енді театрның өнерінде Хадиша апай. Бір жыл бұрын Құман ауысса да біз екеуміз Хадиша апайдың туған жері Орал облысы Казталовка. Сол апайдың 100 жылдығы асын берген үлкен мейрам болды. Сол ешкім бара алмай біз Құман екеуміз барып келдік. Өте керемет, халық үшін, жастар үшін өте керемет үлкен мейрам болды. Бүкіл балалар қатысып, өлеңдерін айтып, билерін көрсетіп, асын беріп, сол біз соған қатысқанымызға біз үшін ол кезде енді Құман жоқ болса да біз сондай жақсы барып келдік. Біз сіздерменен бүгін кездесу. Тесная дружба связывала Ходжикова с однокурсниками Тенгизом Абуладзе, Григорием. Білмеймін, қай жылдар біз Құман екеуміз келгенбіз. Бір осындай кездесу болған жоқ, бірақ жұмысқа байланысты біз осы университетте болғанбыз. Бірақ мына қараңызшы, ойламаған жерде әттең деп қасымда Құман болса, одан да кездесу өте сондай жоғары деңгейіне болар еді. Бірақ Құман ойнаған Төлеген ешқашанда ешкім ұмытпайды. Әсіресе жастар қалай болса да Құманым ең әдемі, мен мектепте оқып жүргенде армандаушы едім. Ой, менің жанымда осындай әдемі жігітті тап кездесем деп, мына қараңызшы, менің арманым орындалды. Құман ондай айтушы еді. Ой, киностудияға рахмет, Қыз жібек фильміне рахмет, режиссерға рахмет деп.
жібекті тапты деп. А мен айтам, рахмет, төлегенімді тапты маған. Сондықтан біз сол бірге театрда бірге жұмыс істедік. Институт бітіргеннен кейін көп рөлдерді ойнадық театрда. Әсіресе Құман өте көп рөлдерді ойнады. Оның ойнаған рөлде көз алдымда тұр, шын айтсам. Сол бір ай, екі ай бұрын ба, оның жақсы көретін бір спектакль болған, үлкен роль. Жүрек ауыртпай. Чтобы встретиться с однокурсниками Султана Ходжика, кинорежиссерами. Сахнаға шығады, 2 сағат сахнадан кетпей ойнап шықты, ауырса да. Мен айтам, сен неме барасың? Енді сосын тәуір болғанда ойнарсың, барарсың деп. Ол маған айтады, ұялып қой дейді, біз зарплата алып отырмыз, қалай ойнамасқа? Қалай мен бармаймын, ойнамаймын? Мен не айтам енді? Ол айтқаннан кейін барады. Өзі театрға звондаған, бізді заведующий режиссерский бастықтар болады ғой. Сонда барып, өз звондап айтты, мен ойнаймын. Именно осы күнде мен ойнаймын деді. Сонда театр сол күні аншлаг болды. Білмеймін неге солай болды. Адам қырғын болды. И спектакль сондай жоғары деңгейінде ойнап шықты. Ешкімге көрсетпей, ауырып жүрмін ба, жоқ па деп керемет ойнады. Сондай керемет. Білмеймін, ондай болатын шығар. Сол жылы біз екеуміз Это очень дорогое место, Оралға барып келдік, Хачапайдың 100 жылдығына. Сосын шілдеде, июльде үлкен мейрам болды. Асанәлі ағамыз 80 жасқа толды. Үлкен театральный бір фестиваль болған. Соған да келдік, біраз соған қатыстық. Содан кейін қайтадан Алматыға барып, қайтадан қайтып келдік. Евразийский кинофестиваль болды. Соған да қатыстық екеуміз. Содан кейін, фестивальдан кейін Атырауға бізді шақырды. Бүкіл көп ауылдарды аралап, халықтың көңілін көтеріп, өз өнерімізді көрсетіп, соған барып келдік. Содан кейін қайтып келдік. Бізге Лос-Анджелеске барасыз ба? Үлкен командировка Айман Қожабековна Носахаджаева, ректор, университеттің ректоры. Сол кісі айтады, барасыңдар ма деп. Мен шын айтса қорып кеттім. Қалай болса да алыс жол. Құманға көп айттым. Айналайын, қалай барамыз? Алыс жол. Жоқ, барамыз дейді. Ол Лос-Анджелес, Голливуд. Соған әр актердің арманы сол жаққа бару. Көнбей соған да барып келдік. 12 сағат анда ұштық, 12 сағат қайтадан қайтып келдік. Бірақ өте жақсы барып келдік. Сондай керемет кездесу болды. Сол Лос-Анджелесті жақсы көріп, аралап музейді андай дегендей көріп, аман есен қайтып келдік. Мүмкін, кім біледі енді, бірақ жүрек ол сұрамайды ғой, қай уақытта тоқтайды. Құралып білгіміз келеді. Ішінде өнер туғандар бар ма дейді, балаларымызды. Отырып сөйлей бермейміз ба? Кешіріңіздер, отыра алмаймын. Театральный человек, они не любят сидя. Енді семья туралы айтсақ, бізде үлкен қызымыз Жебек, оның 4 баласы бар. Адилжанчик, Анарочка, Тимурчик, Нуркенчик дейміз. Адилжан ол университет бітіріп, магистратура бітіріп қазір жұмыс істеп жатыр. Анарочка университет бітіріп магистратурада оқып жатыр. Тимур биыл Назарбаев
мектебін бітіріп жатыр. Алтын белгіні бітіретін шығар 5-ке. Бәрі солай 5-ке оқиды. Нұркен енді биыл 9 класс бітіреді. Балалар жақсы оқиды. Негізгі Жібек соларға өте жақсы тәрбие беріп жатыр. Өзі Жібек Нияз бітірген. Тіл маманы ағылшынша, французша біледі. Көп жыл, 10 жыл ма, 15 жыл ма, телевидениеда телеведущий жұмыс істеді. Шетелде қалай адамдар тұрып жатыр деп, а как там за бугром, мир знакомый не очень. Сол көп шетелді аралап, өзі енді ағылшынша білгеннен кейін үлкен жақсы передачалар жасап, үлкен кісілер біледі, Жібекті таниды. Құрметті Кенжеғали мырза, Еуразия университетінде Кәусар мәдени танымдық клубының қазақтан шыққан тұлғалар студент жастарға таныстырып ризамыз. Ал бүгін Меруерт Өтекешевамен болады деп естіп келіп отырмын дейді. Меруерт кино қыз жібегі болса, сіз опера театр, операның төлегені болдыңыз. Екеулеріңіз қандай жарасып отырсыздар. Осы кездесуде Меруертке арнап Қыз жібек операсынан төлеген ариясын шырқасаңыз деп сұраймын. Нағия Алматыдан дейді. Пожалуйста. Енді мен расында төлеген болдым, сіз кішкене демала тұрыңыз. Театрдың адамы өзім бір рахаттанып отыр. 15 жылдай төлеген болдым. Кинода бірақ төлеген ғой, бірақ қыз жібек. Менің 5 қыз жібегім болды, 5-еу. Белгілі атақты айтыскер ақын, Еуразия ұлттық университетінің доценті өзіміздің Шерікзат Дүйсенғазы отыр. Сол ана құман қайтыс болғанда арнаған өлеңі бар еді, соны арнайы келіп оқиын деп тұр. Енді Кенжеғали ағаның өтініші бойынша мына өлеңді оқып берейін деп тұрмын. Бұл ешқай жерде оқылмаған өлең. 2017 жылы 17 желтоқсан күні жазылған екен. Мен әлеуметтік желіге жариялаған болатынмын. Енді өзімнің қайғым бүкіл қазақтың қайғысы болды. Құман ағамыздың ортамызда кетіп қалуы. Соның кейін жастар осыны жан-жаққа таратып әкетіп, мына ұлттық арнада жұмыс істейтін бір Тастық деген бала бар, режиссер өзі. Сол кішкентай бір клип түсіріп осы өлеңге байланысты. Осы бір жүздеген мыңдаған жастар осыны таратып әлеуметтік желіде пайдаланды. Сондықтан осы өлеңді оқып берейін деп тұрмын. Енді сіздің көңіліңізді түсірейін деп емес. Енді Құман ағамыздың қайғысы бәріміздің қайғымыз. Сол қайғыларымызды бөліскен өлең ғой. Өлеңнің аты төлегенмен қоштасу. Желтоқсан қарып өтті мұз жүректі, қайғысы қалың елді жүдетті. Қадалып ұлы жебе желкесіне қалдырды төлегенсіз қыз жібекті. Бекежан дүймелді зар жылатты, мүлт кетпей атқан оғы дәл құлатты. Ақбозат ең қайда деп сұрайды, көрген ел ойнақтаған арғымақты. Асыл ер іңкәр еткен адамзатты, өткені дүйім жұртқа жаман батты. Сумаңдап сұр жыландай суыққа бар, сұрланған дүниеге тарап жатты. Аққуы ақ жайықтың сұңқылдады, қосағын іздеп жаны бір тынбады. Шегенің шерлі өлі төгілгендей, шерменде әлем бір сағат мұң тыңдады. Жалғанның жалт етерін жан біліп пе,
тағдырғой талпындырған алды үмітке, қоштасып әуелеген алтығаз бен төлеген кете барды мәңгілікке. Опасыз осы емес пе өлім деген, келгенін сезбей қалар көңілденен. Ажалдың ақ семсері қаққа жарды, тірлікке қош жүректі бөлінбеген. Қош енді Құман аға нар төлеген, халқыңа үлгі болған мәрт өнеген. Бекежан Қособада оғатқанмен, ел жұртың іздер сені әр төбеден. Желтоқсан қарып өтті мұз жүректі, өмірден із қалдырған ізгім өтті. Япырай, қайтып енді жұбатарымыз, сыңсыған сыңары жоқ қыз жібекті. Қартайғанда жігіттермен сүйіскенді тамаша екен ғой. Құрметті жастар, құрметті ұстаздар, ғалымдар қауымы. Мен осы оқу орнына қанаттанып келем. Неліктен? Кенжекең осында келгелі осы жастарға керемет қазақтың майталман адамдарымен, белгілі ғалымдарымен, халқымызға танымал әдебиетшілермен, халқымызға танымал өнер адамдарымен бәрімен кездестіріп, бәрін жүздестіріп, табыстырып, үлкен қызмет істеп жатыр. Сондықтан да осы жолы мына жас кезімізді көзімізге елестетіп жүрген, бірге жүрген Алматыда мен Меруерт Өтекешеваны бүгін біраздан бері көрмеп едім, көріп, қуанып жатырмын. Бір жағынан көңілдім. Меруерт жалғыз ғана актриса емес, жаңағы әуезов театрында кәсіподақ комитетін басқарды. Мен Қазақстан телерадиосының кәсіподақ комитетінің төрайымы болдым. Қазақстан телерадио комитетінде Бекетова деген бір пәле болған. Соны аршып алып қалған бір қазақты қызы мен болсам, әуезов театрында бір жағдайлар болғанда, кәсіподақ комитетінің төрайымы ретінде сол жерден бір беткестар азаматшасы мына Меруерт қаншама еңбек сіңірді. Біз жиналыстарда кәсіподақтың бірге жүретінбіз, мерекелерде бірге жүретінбіз. Енді кино жөнінде айтып жатыр ғой. Біз онда осы телеарнада тұрамыз, жаспыз. Енді мен де осы Меруерттен бір 3-4 жасқа үлкенмін. Мен орыс мектебінде оқып, институт орысша бітірген адамның қазақтың әдебиетін, өнерін, мәдениетін білмек түгіл қазақша сөйлей алмайтын кісі едім. Ақын Жарасбай Нұрқановқа тұрмысқа шығып, қазақ болдым. Қазақ елімді, қазақ өнерін, қазақ тілін меңгеріп, қазағым елім бар екен деген адамның бірімін. Мына Меруертте жаңа қарасаңыздар, бүкіл өзінің өнеріменен қазақтың тарихын, қазақтың әдебиеті мен өнерін, киносын барлығын неке тірілтіп, халқына жеткізіп жүр, қазақ болып, қазақ тілінде, қазақ өнерін дамытып. Жаңағы қыз жібек киносы шыққанда, мына осы телеарнада тұрамыз, жаңағы тың игерушілер сарайы, кинотеатр Октябрь бар, сосын ана темір жолшылар сарайы дейді. Біз лет-летімізбен кезінде осында пединститут болды. Қазір осы ғимараттардың бірінде болған, орналасқан. Одан кейін инженерлік құрылыс институты болды, ауыл шаруашылығы институты болды, колледждің студенттері өздеріңіз секілді. Сол киноның бір күнде 3-4 серия болатын, соның бәрінде баратын, көрген. Сонда біздің жас кезімізде бір-бірімізге ғашық болып, одан сайын махаббат күшейе түскендей болды. Елімізге деген, өзімізге деген. Менің атым Қазина болса, менің жаңа жолдасым ақыл ғой, сонда жібегім дейтін болды. Түсінесіздер ме? Жайдан бір нәрсеге ренжіп бүйтіп жүретін адамның мен жібегі болды. Ол менің төлегенім болды. Соның символы бүгін неке төлеген менен біздің барлығы осы Меруертке ризамын, сіздердің алдарыңызға келіп осындай кино туралы айтып жатқанда.
Мына құрметті студенттер, енді осы жүздесу есті студенттің есінде қалады деп ойлаймын. Не бір қызықты дүниелер айтты, не бір өмірден көргенін айтты. Осы кешті аяқтауға Қазақ ұлттық академиясының академигі, университеттің проректор Диқан Қамзабекұлы қортайын деп отыр. Құрметті Меруерт апай, қадірлі ағаларымыз келген арнайы, құрметті шәкірттеріміз, қонақтарымыз, бүгін Кәусар мәдени танымдық бірлестігі бәрімізге әдемі кеш сыйлады деп ойлаймыз, солай деп есептейміз. Өйткені Меруерт апай мен Құман ағамыз, бұл кісілер аңызға айналып кеткен. Өздері тағдыр жолы, өнер жолына бастағанымен, ар жағында үлкен қазақтың арманына, қазақтың үлкен көркемдік туралы өзінің асқақ аңсарына айналып кеткен кісілер. Жаңа осы кештің барысында бір-екі тамаша ой айтылды. Бұл кісілердің фильмі, бұл кісілер сомдаған рөлдер, осында отырған азаматтар сіздердің өмірге келулеріңізге де себепші болды. Ата-аналарыңыздың махаббатына себепші болды. Бұл кісілер мынау әдемі көкорай, әдемі гүл өзі туралы айтамайды ғой. Оны гүлді көріп, әсемдікті көріп біз айтамыз. Сол сияқты бұл кісілер туралы біз азаннан кешкешін айтсақ та, таңнан кешкешін айтсақ та тауыса алмаймыз. Өйткені бұл кісілер үлкен арманнан туған. Қараңыздаршы, Қыз жібек фильмін жасауға біздің қазақ зиялыларының бәрі де атсалысқан. Жаңағы Сұлтан Қожықовтың студент кезінде көрдіңіздер ме? Леонардо да Винчидің суреті тұр жатақханасындағы бөлмесінде. Леонардо да Винчиді білесіздер, Мона Лиза, Джаконда. Бұл кісілер қазақтың Джакондасы, Мона Лизасы. Бір шапалақ ұрып қояды. Бұл кісілер біздің болтыларымыз, сұлулықтың символы, сұлулықтың рәмізі. Сондықтан Меруерт апай, жасай беріңіз, біздің ұжым сізді қашанда ыстық ықыласпен, әдемі көңіл-күймен қарсы алуға дайын. Рас есімізде бір фильмнің үлкен өнер қайраткерлерін шақырған кезде соның ішінде Құман ағам екеуіңіз болдыңыздар. Күлтегіннің қасында суретке түстіңіздер. Ол бейнелер бізде фотографтарда сақталған болу керек. Ал енді осы ұжымның атынан сіздер Қыз жібекке фильм арқылы жаңа өмір сыйласаңыздар, сол өмірмен арқы біздің тарихымызбен жалғастырып тұрған біздің мына жерде Күлтегін деген ескерткішіміз. Сонда әдемі сөздер жазылған, батырлық туралы, қаһармандық туралы әдемі сөздер жазылған, сонымен бірге сұлулық та сөз жазылған. Пәк қыздарың көң қылмай дейді. Пәк қыздар дегенде қыздар, сіздер былай ойланып қараңыздар. Біздің халқымыз қыздарын пәк ұстады. Өмірі де, жолы да пәк болсын деді. Бұда үлкен керемет ой жатыр. Сіздер қыздар солай болуларыңыз керек. Сіздер қашанда Қыз жібек болуларыңыз керек. Қыз жібектің бейнесін сіздер үлкен жоғары қоюларыңыз керек. Сонда ұлтымыз жасай береді, еліміз баянды болады. Сондықтан біз осы ұжымның атынан, жаңа сізді ректорымыз Ерлан Бәтташұлы университеттің табалдырығынан қарсы алды. Үлкен гүл шоқтарын сыйлады. Ұжымның үлкен 20 мыңдық ұжымның 24 мыңдық тұтастай үлкен қызметкерлермен салынған ұжымның өзінің бір ықыласын жеткізді. Соны ықыласын жеткізе отырып, біз сол ұжымның ең үлкен марапаты бар. Мұнда жерде үлкен академик ағаларымыз отыр. Мұнда жерде міне Болат Көбеков ағамыз отыр, академик. Қасында мына жерде елтаңбаның авторы Жандарбек Мәлібекұлы ағамыз отыр. Мына жерде бүкіл жыр аңыздарды барлығын айтатын Серік Негиев ағамыз отыр. Бер жақта Сардарбек ағамыз отыр, Әлиев ағамыз отыр. Бұл кісілер жаңа генетиканы біледі. Қазақтың генетикасының, қазақтың генінің мықты болғандығы өмірге Меруерт апамызды алып келді. Құман ағамызды алып келді. Қазақтың генінің мықтылығы. Ары қарай жалғаса береді. 1000 жылға біздің аталарымыз оған тапсырма мазмұн беріп қойған. Жасай беріңіз. Сол ұжымның атынан сол сізге ең үлкен наградамыз Күлтегін медалін табыстаймыз. Соны оңырауыңызға тағыларға беріңіз. Бұлай деп жазылған. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті мәдениет пен білімнің дамуына қосқан айрықша үлесі үшін Өтекешова Меруерт Қаратайқызын Күлтегін медалімен марапаттайды. Ректор Ерлан Сыдықов.
енді орамал тон болмай жол болады деген қазақтың мыңжылдық сөзі бар. Қазір күні ол тон беру, шапан жабу, камзол жабу соншалықты сәнді емес. Белгі, мыңжылдық белгілер бар. Мына Еуразия ұлттық университетінің белгісі үлкен бір біздің тайбұрыл, тұлпар, күліктің белгісі бар. Сіздің өміріңізде Құман ағамыз екеуміз осындай үлкен бір әдемі тұлпардай, әдемі сәйгүліктей өмірлеріңіз халыққа үлгілі. Сондықтан сіз жаңа айттыңыз, ұрпағым осы жолда деп айттыңыз, өнер жолында, өнерді түсіну жолында деп айттыңыз. Солай жасай беріңіздер деп осы белгіні, символдық белгіні табыстауға рұқсат етіңіз.